болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелеттен кетерем. Біз Барлыбек Сыртанұлы атындағы номер 25 орта мектептің 5В сынып оқушылары мектебімізге мемлекеттің алғашқы ата заңының авторы Барлыбек Сыртанұлының есімі берілуін зор құрметпен қабыл алдық. Барлыбек Сыртанұлы сол кездің өзінде парламенттік ұлт мәжілісі деп атап толыққанды республикалық құру қажеттігін алға тартқан болатын. Барлыбек Сыртанұлы қазақ мемлекетінің алғашқы ата заңының авторы. Қазақ жер ішінде күрескен 1907-1910 жылы Алматы облысының шекарасын сызғанда Барлыбек Сыртанұлы еді. Тәуелсіз мемлекет құрдың бас құжаты ретінде қазақ еліміздің уставын жазған. Бұл уставта Қазақ Республикасының жеке болуы, сол туралы, қазақ жері туралы. Тіл саясатына араласқан, яғни қазақ тілін сол уақытта мерзімді баспа сөзге енгізу жұмыстарын атқарған. 1906 жылы мұсылмандар кітапхана ашты. Ол қазақ жерінде алғашқы кітапхана болды. Естеліктерде Ильяс Жансүгірұлы Қайнар мешітінде кітап оқып отыр екен. Ол кітапты кімнен алдың дегенде, Сыртанның баласы Барлыбектің кітабы екен деп айтқан. Петербургда оқып жүргенде қазақ даласына 2000 кітап жинап алып келгенде Барлыбек Сыртанұлы. Қазанның 16 пұт графика әріптерін әкеліп газетке қазақ мәселелерін көтеруге жұмыс жасайды. Сол уақытта кітап оқу мәдениеті, жеке кітапханалар қалыптастыру мәдениеті Барлыбек Сыртанұлынан аңғарамыз. Талай қазақ жастарының оқуға түсуіне септігін тигізді. Сыртанұлы әкелген кітаптарды оқып танымалдылық көзқарасын көркейтетіндердің бірі атақты ақын Ильяс Жансүгірұлы еді. Әкелген 2000 кітабының осы күнге 140-ы ғана жеткен. Тек зерттелген тұстары әлі де біз білмейтін деректер қаншама. Қалғыма қараңғы қапаста, бас көтер білімге жанаста, бізге ешкім теңдікті бермейді, тартып ал өмірде таласта. Ол үшін оқы, ізден, зерден аш, иықты басқан түсіп, зіл қаратас, ғылымда алға кеткен батыс елін межелеп тайсалма, шық алға бас. Қашанғы қазақ жалпақ дала кезеді, мал соңынан салпандап теріп кезек, өнер ізде өршелен бек талаптан, сонда ғана жалқаулық бізден безеді. 5-Б сыныбынан қабыл алған эстафетаны 6-Г сыныбына жолдаймыз.